Ай. Сондықтан мен шешім қабылдап отырмын қазір. Мадина, сендер жиналыңдар да, семьяңды ал, бала шаған ал, барып Шымкентке тұрыңдар. Оля, мама, біз ғана ма? Ерке балдарда ма? Жоқ, өздерің, бұлар ауылда үйде отырсын. Ой, мама, бәріміз көшсек, бірге көшейік. Қазанды екі жаққа қайнатқанша бір жерге қайнатайық. Айгүл үйде отырып балдарға қараса, ерке бала бәріміз жұмыс жасаймыз. Қайт тастап кетеміз, бұлар жас болса, енді ғана үйленген болса, жас семьяны өздерін қалай ғана тастап кетеміз. Үшінші бізге не бар? Мал бар, базарда жұмыс бар. Малды сатамыз, жұмысты, осы жақта жасаған жұмысты ерке болса, сол жақта да жасаймыз ғой. Сенен осы сөзді күттім ғой, сенен осы сөзді күттім. Жиналып киімдеріңді, сендер де жиналыңдар, көшіңдер Шымкентке, барлығын. Солай ауылдық өмірден құтылып, қалаға келіп, рахаттанып, сиыр саумайсың, отын жақпайсың, кір жумайсың, барлығы дайын. Бірақ сол кездерде мама мен папамның екеуі қатты ұрсып, мамам больницаға түсіп, екеуі ажырасып кетті. Сол маған қатты әсер етті. Алло, Айнұр. Мамам больницаға түсті? Аман ба өзі? Күйеуіңіз романтик қой қазір, сол кезде де роддомнан күшті шығарып алған шығар, иә? Қайдағы романтика, ол кезде Сидорийский айлап кететін. 3 баламды босанып келгенде де болмаған. Босанып шыға салысымен түк болмағанда үй тірлігіне кірісіп кете беретінбіз. Күтінбептін де. Оның үстіне қара шаңырақта болған соң келім кетім де көп болатын. Ал енем семейде болды, абысының базарда, ал мамам айлап больницада жатты. Мен өзім әлек болып жүрдім. Бірақ одан кейін уже енем сахармен ауырып қалып, семейден қайтадан Шымкентке келіп, екеуміз бірге тұрып, бір-бірімізді уже жақыннан жақсы тани бастадық. Амансыңдар, көп жаса. Қалай жақсы барып келдіңіз ба? Иә, жақсы барып келдім. Аяқ киіміңізді көмектесіп жүрейін. Айна, үйге кім келген? Қонақтар бар ма? Иә, қонақтар келген. Аяқ киімнің бәрін жуып тазалап қойып қойыңдар. Таза аяқ киіммен қонақтар кетсін. Сонымен енді бизнес жолыңыз қалай басталды? Мама, мен мынау киімді кимеймін. Ұлдальский, маған қыздальский киім апер. Аружан, бұл жыртық емес қой, кие берсей. Сонда да кимеймін. Бұл өсіп қапты ғой, уже қыз болып. Осы уақытқа дейін ағаларының киімін киіп жүрген еді. Жаным, бұған да киім аперу керек енді.